О, молодец, Ернар, красавчик! Тиді ана музыка. Да, стреляй! Ернар домалап кетті. Ты живой? Кел. Паркке келдік достар. Біз ұлы отан соғысына арналған мынандай аллеясы бар. Мынандай ескерткіштері, монументі, мәңгілік алауы бар. Және ұлы отан соғысына қатысқан ардагерлердің есімі жазылған Абай паркіне келдік. Бұл Шымкент қаласындағы ең ескі парктердің бірі. Бұрын біз кішкентай кезімізде ойнайтын, біз аттракциондар көп болатын. Қазір аттракциондардың бәрін алып тастаған. Қазір сіздерге танкілерді, самолетті көрсетеміз. Тұра берсін, ардына қоя сал. Саттарымыз қоя саламыз. Қазір біз төбеге мәңгілік алауды көруге шығамыз. Ол алау ешқашан сөнбейтін алау. Всегда жанып тұрады, үнемі жанып тұрады. Міне жазылып тұр, көрдіңіздер ме? 140 мыңнан астам адам аттанды дейді біздің оңтүстік облыстан. Сол адамдардың аттары жазылған. Қазір оны да көрсететін боламыз. Ой-бой, мыналар аунап жатыр ғой. Міне біздің осындай бейбіт күніміз сол соғыс ардагерлерінің арқасы. Достар, міне бүгін соғыстың біткен күні 9 май. Соның құрметіне міне қараңыздар, қанша адамдар жан жақтан. Міне мәңгілік алау деген осы. Мәңгілік жеңіс алауы. Міне арына. Мына гүлдер алып келген. Қараңыздар. Қанша адамдар гүлдер әкеліп, біз үшін сол соғыста құрбан болған ата бабаларына құрмет, тағзым жасап жатыр. Сіздер де достар осы күнде ата бабаларыңызды, соғысқа қатысқан барлық аталарымызды еске алып, бір мезгіл осындай құрмет көрсетіп қойыңыздар. Міне мәңгілік алау деген осы. Мына жақтағы адамдарды қараңыздар, мына. Адам өте көп. Әркім келіп, мына жерден 140 мың адамның аты бар. Сол адамдардың өздерінің ата бабаларының аттарын тауып еске алады. Достар, біз көже ішіп жатырмыз. Мам, қара! Біз көже ішіп жатырмыз. Мынау күшті екен. Айкүшқа ше беріп қарауы. Мындай жүгері, бидай қосылған көже екен. Айкона. Мына жер күн әдемі болып тұр бүгін. Ыстық, бірақ андай күн жоқ. Мына жерден көже алдық. Күшті екен көжесі. Уже 4-шісін алып жатырмық. Өте дәмді екен. Қазір қарнын дойдырып алайық, сосын ары қарай барамыз. Көрсетеміз сіздерге, иә? Ернар өзіне тағы да дос тауып алды. Біз даңқ мемориалына келдік. Осы жерде соғысқа қатысқан адамдардың есімдері шығады. Қазір сіздерге көрсетеміз. Даяна бізде көже ішіп жатыр, иә? Айкен мені колясканы итеруге көмектесіп жатыр. Не қылды? Келе жатырмыз. Ана жақта самолет бар. Қараңыздар, вау, Ернар трюк жасап жатыр, күшті. Ух ты, ана. Ана. Ух ты, ана. Сатпаев сияқты футболист болып кетті. Кән, давай еще трюк. Вау, круто. Ұстамай көтеріп жатыр жерден допты. Мына жерде Кеңес одағының батырлары мен даңқ орденінің иегерлерінің аттары жазылған. Қарасаңыздар, мұны көруге болады бәрін. Мен өсірлікке сүрімен ашу оғам. Тамай. Ой-бой. Кеттік ары қарай.
Mana mына жаққа келе жатырмыз, достар. Жақындап. Жаңа айттым я, кісілердің арқасында біз соғыста жеңіп шыққанбыз. Соғыс негізі 1939 жылы басталған, бірақ Кеңес одағы 41 жылы соғысқа кіреді. Сол Кеңес одағының құрамында біз де болғанбыз, Қазақстан. Міне осы жерде мына адамдардың есімдері, фамилиялары жазылған. Мен де көрдім. Көрдіңдер ма? Иә, бабусты. Мына гүлдерді көрдіңдер ма? Бәрі әкеліп қойып жатыр гүл. Енді Ернұр Құран оқып жүрсін, я, біз гүл емес, Құран оқып жүрейік осы кісілерге бағыштап. Қандай? Фатиханы оқып жүр. Фатиха? Давай. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қул Аллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якун Раяна. куфуан ахад. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхам. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Амин. Ал жатқан жерлері жайлы, топырақтары торқа болсын, еліміз тыныш, жұрт аман болсын, бейбітшілік болсын. Амин. Міне достар, соғыс кім біледі қанша жылға созылған? Соғыс 41 жылдан 45 жылға дейін 4 жылға созылған. КСРО мен Германияның арасында болған, я? Мына содан біз жеңіп шықып, осы бейбіт күнге жеттік. Оны таптың ба? Оспанов деген тап енді. Міне, Оспанов көрдің ба? Ана отыр. Оспанов, М-Н-С-Т көп енді. Б-А. Оспанов деген фамилия көп бізде. Оспанов. Бізде әжеміз қайтыс болып кетті, бірақ әжеміздің айтуы бойынша Оспанов деген біздің атамыз қатысқан соғысқа. Мына жерде тұр. Оспанов дома. Достар, егер көзі тірі ата әжелеріңіз болса, сұрап біліп алыңыздар. Өйткені көзі қайтқаннан кейін бәрі ұмытылып кетеді екен. Біздің әжеміз 92-ге келіп қайтыс болды, сол кезде сұрап бәрін біліп алу керек еді. Және соғысқа қатысқан ең жас адам сол кезде 19 жаста болған. Қазір 19, енді 71-ге қосыңыздар, қаншаға келді сонда. Уже 90-ға келді, ең жас дегеннің өзі. Көбісінің көзі қайтып кеткен. 100-ден асып, енді көбісі тірі қалған соғыс ардагерлері өте аз. Жыл сайын азайып жатыр. Соғыс деген 19 жас пен 45 жас аралығындағы сол кезде барлық еркектерді алып кеткен. Және бүкіл апаларымыз біздің үйде қалып, олар еркектің жұмысын жасаған, өте ауыр жұмыстар жасаған, қиыншылық кезең болған, ашаршылық, жетіспеушілік, барлық тапқан ет, мал, барлығын, продукттың бәрін соғысқа жіберіп отырған. Апаларға да өте қиын болған. Ондай апаларды тылда еңбек еткен апалар деп айтады. Міне сондай қиындық кезеңді біз қазақ бастан кешірген елміз. Сол үшін достар, осы бейбітшіліктің, осындай күннің қадірін біліңіздер. Әрбір аспанымыз ашық болып, мынау самолетті көріп тұрсыздар ғой, осындай не деген ұшақтар ұшып, военный әскери самолет. Осындай ұшақтар, ракеталар ұшып ататын заман болған. Қазір Құдайға шүкір аспанымыз ашық, тып-тыныш рахаттанып жүрміз. Осы күннің қадірін біліңіздер. Қолдан соғыс жасамаңыздар. Проблема жоқ нәрседен жасамаңыздар. Самолет, шын самолет бұл. Бірақ енді ұшпайды да, жарамай қалғанда, енді ескіріп уже. Бұл ұшқыштарға арналады дейді. Елімізді қорғаған ұшқыштарға арнап осындай символический қылып жасап қойған. Мама айдаламай қалды ма? Міне келіп жатқан адам көп. Еске алып. Біз енді ары-қарай барып көреміз. Мына жақта танкілер бар, қазір танкілерді көреміз. Танк бар ма? Тимеді, келесі.
Давай, сәл басын көтерсей. Мына маленькийлар емес, төбедегі домалақтарды, музыкалардың қасындағы. О, молодец. Біреуін құлаттың ғой. Ага. Давай. Біреу, последний. О, молодец, Ернар, красавчик. Тиді ана музыкаға. Ернар. Достар, біз мороженое алдық бәрімізге. Және мынандай ойнайтын жер тауып алдық. Ағы керек па? Айкоша! Мені Ернар ойнап жүр. Айкош шығып бара жатыр. Жаным. Анда күшті батут тауып алдық. 2 батут қосылғанда үлкен. Достар, біз екінші жағына ауыстық батутқа. Өйткені ана жақта адам көп болмақта. Ойбай, абайландар, Ойбай, абайлашы. Мына жағы кішкене детскийлау екен, сосын адам аздау екен. Жаным, мені Айкен машина айдап жатыр. Ойбай, ана. Күшті машина тауып апты өзіне. Раяналар мына жақта ойнап жатыр. Ар жағында тағы бір батуттар екен. Бізге мына ұнады, я? Жаным менің, алтыным. Далада күшті погода енді. Енді басылды ыстық. Күшті бөпті, мынандай автомат бар екен. Маймылдың тұрсы қарса жүр, беті кәрбі көткен бұл. Мынандай ұратын автомат бар екен. Мына жерде кафе, ресторан, бірдеңелер. Фонтанға келдік, Абай парктың ортасындағы. Мына главный вход. Лай қарай, бағанағы самолет жоқ. Су шашып жатыр. Міне туалет мына жерде екен, дәретхана. Мынам бетін кірін қарасан. Достар, қараңыздар, мына Ернар трюк жасап жатыр. Тяжело, да? Аралары алыстау, я? Сәлем! Баяно! Мынаған отырдық біз. Қазір мынаған күтіп тұрмыз. Привет! Сәлем! Мыналар жеп отырға. Мынау әлі айдалып отыр. Баянолак! Білмеймін. Күшті екен, я? Ал достарымыз бұны танкілерге келдік. Қараңыздар. Мынау пушкалар, танкілер, бұрын осылармен мін зеңбірек мынандай оқты қоятта осындайдан ататын болған. Дөңгелектердің өзін қараңыздар, қандай мощный, үлкен. Мына жерде ескерткіш ретінде солдат, қасында иті бар. Қаза тапқан шекарашылардың тізімі дейді, солардың құрметіне. Осында естелік қойған. Мына жерде мына танкілерді қараңыздар, мына Ернар шығып жатыр үстіне. Мынаны қараңыздар дөңгелегін, міне төртеулік. Бір шетінің өзінде 4 дөңгелек. Мынаны қараңыздар, самый мощный. 5 дөңгелек бір шетінде. Да, стреляй!
Құдай сақтасын деді, соғыс болмасын. Видеомыз аяқталды. Біз ошақта лайк и комментарий баскетіңіздер, колокольчик. И потом сау болыңдар. Жазылуды ұмытпаймыз каналға. Не онсыз аяқталды? Аруна түсе алмай қалды, шығып алып. Не істейміз енді, Аруна қайт түсіреміз. Ернұр бірдеңе түсіп жатыр. Давай, Аруна. Ойбай. Түсті. Ернұр түсіп жатыр мына жерден. Ернұр, давай. Достар, қараңыздар, Ернұр қайда шығып кетті? Мына танкын үстіне шығып кетті. Мынау дөңгелегін қараңыздар, мынау. Қандай құмдардың үстінде жүре беретін танкі ғой. Ернұр, қайдасың? Ішіне кіріп кеттің ба? Ішіне кіруге болады екен. Ернұр, шыға аласың ба? Ернұр, шық! Ойбай, Ернұр жоқ болып кетті. Аны шығып жатыр ана. Тірісің ба? Шық. Рычаг. Рахмет достар, бізбен болғандарыңызға сау болыңыздар.